демалыс берді ғой. Қой құрсын, жұрт қатарлы бізді демалайық деп демалысқа шықтық. Осы үйден тегі бір жақсы жанұя болып, қол ұстасып, судай тасып, бір керемет болып кетіп едік. Қайтқан кезде өзіміз ажырасатын болып, балалар детдомға өткізетін болып қайтып келесің. Рас, кейбір қатындар айтады, баламен демалып қайбір әбер табасың дейді маған. Құдай, баласыз қайт демаласың, мен соған таң қаламын. Тағат тауып, аналар анаяқта не қылып жатыр екен деп отырғанда, қалай демалады жұрттар? Одан да қасыңда алыссаң да, жылыссаң да, қасыңда жүрген жақсы ғой. Шулап шырқырып жүргенде бір жайлым жай табады. Біз үшін кайфтың өзі сол ма деймін. Барғанша осы жерде мәшиненің ішінде баклашка былай ұшады, шемішке былай ұшады, қырғын төбелес. Анау былай айтты, бірінші мынау бастады, арада сотсың, өзің адвокатсың, өзің тергеушісің. Өшім соңғы кезінде шаршап, бәрін қосып шапалақпен шартылдататын шығардың. Сөйтсем ана үлкендер айтады, мыналардың бойының ішінде біз жоқпыз, неменеге біз таяқ жейміз. Бәй қойшы айналайын. Уже сот болып та шаршадық, айналайын, рахмет. Сол қырылып атқанның арасында ұйықтап алам ғой мен. Оля, сол бір кайф дейсің. Ой, кетем. Аузынан судай кетеді. Біреуіз үстімде, біреуіз жағымнан ұшып жатыр. Ана мұрагер бірдеңкеге иә деш деп жауап алады. Магазинге тоқтағанда бірдеңке аламыз деп. Соған мен көзім бүйтіп ашады. Иә дедің ба, иә дедім, иә дедім. Бір кезде күйеуім жындар, анауын қараса ше, ашам көзім, не болды дейм? Не болды? Ұйықтамаған адамаса ашам көзім. Не болыватыр, не болды? Көзім ілініп кетті, не болды деп қойма. Мынау былай қашады, мынау былай қашады. Солармен жүріп бар ғой, не ішіп, не қойып, не бір демалып қайтқан білмейсің, үйде отыра берген артық па дейсің. Жаңа баламен жүрген бір кайф дегенге біраз қатындар жазыпты, баласыз бару керек, ничего подобного. Өскенде олар да қыдырады ғой, баласыз барам деп жазыпты ғой. Ана самооценкасы жоғары қатындар ғой. Біз баламен жүріп кайф ұстаймыз деп отырмыз ғой саған. Мә, қазір балалардың да энергиясы тасып тұр, ойпырмай. Анадан анаған секіріп жатады. Баяғы атамыз қазақ, аналарымыз қандай болған деймін. Бір ғана мына киіз үйдің ішінде 9-12 баладан туып алып, қалай сыйып отырған дейсің. Олардың энергиясы не болды екен? Бірақ олар далаға жібере салған ғой. Қазір далаға да жібере салмайсың. Бейжай жіберіп қойып, қарап отырмайтын заман болды ғой. Баламен жүргеннен кейін саған мына жақта 2 көз, артыңа 2 көз, 4 көз керек. Бөлі 4 көзің болғанда ғой деп ойлайсың. Көзің алақ-жұлақ ет, жынды болып түсесің. Бұлардың дауысы бір сәтке шықпай қалса тағы уайымдайсың. Ай, не бүлдіріп жатсың, не қылып жатсың? Ананың дауысы шықпай қалды, көрші анау не қылып жатыр дейсің. Аман есен болсын әйтеуір. Жекжат жыратымыз болып қалды ғой бұлардың барлығы.